Сәлем достар, бүгін сіздермен ауызашарға арналған өте дәмді болып шығатын талқан дайындаймыз. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеле кетіңіз, пікір жазып, ұнату белгісін басып өтіңіздер. Алдымен заттарымызды дайындап алдым. Заттарымыздың барлығы да көз мөлшерімен дайындадым. Бір кесе талқанымызды аламыз, бір кесеге толмайды да, тіпті. Және үстінен бір пиала қантымызды қостым. Шекерімізбен талқанымызды араластырып аламыз. Сіздер қалауларыңыз бойынша шекер қоссаңыздар болады. Және үстінен осындай ыдысқа 200 грамм сары майымызды ертіп қойған едім, бірақ мен мұның 100 граммдайын ғана қостым. Барлығы да көз мөлшерімен жасалынады. Бірінші аз-аздан салып көресіздер сармайларыңызды. Сармайларыңыздың проценті жоғары болған дұрыс, сонда талқандарыңыз өте дәмді болып шығады. Сармай менде 100-120 граммдай болды. Жартысын мен мүлдем қосқан жоқпын. Сармайымызға талқанымызды араластырып аламыз. Енді үстінен 3-4 ас қасық сгущенка қосамын. Сіздерге жобалап айтып жатырмын. Менде бұл жарты пияладай сгущенка болды. Шамамен 4 ас қасықтай кетті. Енді мұны жақсылап араластырып аламыз. Барлығын бірден қосып жібермейсіздер, аз-аздан сала отырасыздар. Сармайларыңызды да алдымен аз-аздан құйып араластырып отырасыздар. Өйткені менде талқан бұл жерде азғантай ғана. Егер сіздерге ауызашарға, дастарханына керек болатын болса, талқанын көбірек қосасыздар. Менде аздап қана кішкене қой болмады, сол себепті де 2 ас қасық талқан қосып жібердім. Өйткені формамызды жақсы ұстап тұру үшін аздап қана қостым. Енді мұны да араластырып аламыз әбден. Қанты еру керек. Міне мен әбден араластырып алдым. Қолымызға формаға келетіндей болды. Енді қолымызбен әбден мұжып аламыз тағы да. Әбден араласқан талқанымызды енді формаға келтіріп аламыз. Өзіңізге ұнаған форманы жасайсыз. Дөңгелек етіп жасасаңыздар да болады. Арнайы ыдыстарға салып қатырып қойсаңыздар да болады. Мен қолыммен осындай формаға келтіріп алдым. Маған өте ыңғайлы бұл форма. Арасына мейіз қоссаңыздар да болады әрине. Өз қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Міне қолыммен алып, мен формамызға келтіріп алдым. Формасын жақсы ұстап тұрды. Қантымыз еріді. Тарелкамызға жайғастырып шығамыз. Міне менде осынша болды, бір тарелкамыз толды. Енді мұны 2 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямын. Әбден қату керек. Сіздер дастарханға ұсынарда тоңазытқыштан алып ұсынасыздар. Сіздер де жасап көріңіздер, кеңес беремін. Өте дәмді болады, әрі жылдам жасаймыз. Егер видеом ұнаса, каналыма тіркеле кетіңіз.